Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айдана. Бүгін сіздермен бірге каналымда қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгін біздің айдарымызда көретіндеріңіз байлық шақыратын қандай сөздер бар және олар қалай жұмыс жасайды. Бастамас бұрын ең алдымен сіздерге бір әйелдер туралы қызықты факт айта кетейін. Әйел адамдар ер адамдарға қарағанда күніне 13 мыңға жуық артық сөздер айтады екен. Олай болса, бүгінгі менің айтатын видео журналымдағы кейбір ақпараттарды да бөлісе жүріңіздер. Олай болса, кеттік. Бүгінгі күні аффирмациялардың бірнеше түрі бар. Солардың бірі ақша шақыратын аффирмациялар. Мен қазір сіздерге кейбірлерін атап өтем. Бұл сөздерді оқып шыққаннан кейін-ақ сіздің санаңызда молшылық ағымының және де басқа да неше түрлі өзгерістердің байқағанын сезінетін боларсыз. Олай болса, тыңдаңыздар. Мен қалағанымды аламын, тілегеніме жетемін. Мен ақшаға ашықпын, ақша маған ғашық. Ақша маған еш қиындықсыз оңай келеді. Өзімнің бай болуыма және қалаған нәрсемді істеуіме рұқсат етемін. Еш қиындықсыз бай бола аламын. Ғалам мені молшылыққа бөлейді. Мен бай, табысты адам болуға лайықтымын. Менде әрдайым артық ақша жүреді. Қазір өмірімдегі ақша ағымы өте жақсы. Мен банкте ақша сақтауға және жинауға лайықпын. Мен барлық жақсылыққа лайықпын. Ол өмірімде дәл қазір орын алады. Мен қаржылай тәуелсізбін және бар қажетімді өтей аламын. Мен бармын, баймын, менде бәрі бар. Мен бақыттымын. Өркендегенді ұнатамын және оны әлеммен еркін бөлісемін. Менің кірісім күннен күнге өсуде. Маған бай болған ұнайды. Ұлы байлық маған қарай ағылуда. Өркендеу жолымдағы бүкіл кедергілер берекеге ұласып кетеді. Менің санам пайдалы идеяларды тартатын қуатты магнит. Барлық қарым-қатынас сәтті өтетіні үшін қуаныштымын. Қазір мен өзіме ұнайтын нәрсемен айналысамын. Менің әр күнім таңғажайыптарға толы. Достар, бұл айтылған аффирмацияларды өздеріңіз де күніне бірнеше мәрте қайталап жүріңіздер. Бұл тек қана жақсы ойға емес, сондай-ақ алға ұмтылудың жаңа жолы ретінде қарастырсаңыз болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.